Бұл музей одасыны біз ерлі сәкендеріні, Қырым татарларына тарихы ве медениетінен таныштырмақ үшін ачтық. Мұнда да ерлі халық пек қавесеве ве чоқсы авесетелер келіп бізде мұсафыр олмаға. Қырым үшін айтқанда озыны мисалыны кетірсен, оларға бұл ерлі сәкендерге да зиеде тәсір еті. Қарбабаларымызны асіретлігіні озымызны үстінде дуямыз ве мұсылман олғанымыз үшін ве Қырым татар олған үшін әбет ғұрурланамыз. Бірінші жылларындан келгенімізден балаларымызға тырыштық Қырым татар тілі дерслеріні ал бармаға. Чүнки өгіренмеден ғайры дан ұнытмамақ вазиеті де бар, вазифесі де бар. Бұйық қызым, ана де татар жасына дан айтсан, бір güzel чыға. Әбет адам бір шейін жойған сон оны қиметіні аңлай. Ağırlıklardan, қиыншылықтардан бірі бұл янымызда, етрафымызда сой-сопларымыз олмағаны, бита қарбалары олмағаны, кімерде бейрам вақытында қыдырамыз кім елін өпме, олар янымызда олмағанлары дұйыла. Ана баба өз тербиясын бере, бита қарбалар да өз тербияларыны бере. Сабыр, тақат, иман байлығы тілейім. Бірдемлігімізді жоймадан халқымызмен берабер енді сербест ана ватанымызда топлашмасыны тілеймін, иншалла. Әрбір халқның, әрбір миллетнің өз дini, өз тілі, өз тарихы ве өз медениеті бардыр. Бізім Қырым татар халқымызның бай тарихы ве медениеті бізге епімізге мирас оларақ қалды. Бұл тарих ве медениетні асырлар девамында душманларымыз йоқ етмеге істеді. Амма Аллахқа шүкірлер олсын ки, олар мақсатларына ерішіп оламадылар. Біз есе бүгін өз маневи байлығымызны бүтін дүнияға көстереміз. Шынды біз Драгобычерінің Қырым татар медени мерkezінің музейінде болынамыз ве Асене ханым Булатова бізге бұл музей ақында тариф етecek. Селам алейкум. Алейкум селам. Бұл музейіңіз ақында бізге не айта білесіз? Бұл музей одасыны біз ерлі сәкендеріні, Қырым татарларына тарихы ве медениетінен таныштырмақ үшін ачтық. Бұл одада чешет түрлі стендеріні көре білесіңіз. Тарих ақында айтамыз, насыл Қырым ханлығы тікленгенінің, сон эсас Қырым татарларының тарихында эсас күнлері ақында айтамыз. Mesela Русия тарафтан Қырым зарп етілгенini айтамыз. Ве 70-90 сәнелері Қырымға қайтуф вақытыны да ачықлайық. Насыл олған, насыл қиынлықлар кечкенімізді айтамыз. Да, мұнда эснафчылық көстеріле. Насыл халқымыз нағышнен оғрашқанны, сон башқа эшяларнен оғрашқанны көстереміз. Бұл тарих одасында экскурсия кечереміз ве қысқадан өзімізді тарихымыз, медениетіміз үшін ақында айтамыз. Mesela stendimiz, öyle stendimiz бар, қайда Қайтуф yılları көстеріле. 70-90 yıllar Қайтуф yılları көстеріле ve o yılları nasıl халқымыз Москваға барып Қызыл мейданда тұрды. Ve адамларға өзіні мисалыны көстеріп айтсан, оларға башқадан тесір еті. Mesela мені қарбабам Қырмызы мейданға барды. Ve анда әркен жематнен бәрі oldu. Onun için әр вақыт Қырым үшін айтқанда өзіні мисалыны кетірсен, оларға бұл ерлі сәкендерге да зиеде тәсір еті. Біздің мерkezімізде Қырымда олған репрессияларға бағышланған бірқач мерасим олып кечті. Mesela выставкамыз бар,
стенд, амашымды о стендны асчық янылаштырмақ керек, чүнки малюмат әр вақыт денеше бере, ве көмер фотоларны керек денештірмеге. Қырымда олған репрессияларға бағышланған Антон Наумлюкны фото ресімлерінің выставкасыны кечірдік. Қырым ақында сорасалар, біріншіден өзіні якынларından башласан, mesela білген адамларыны айтсан, ерлі сәкендерге башқадан тәсір етті. Mesela Эрвин Ибрагимов мені сыдавдашым еді. Айтқанда Эрвин Ибрагимов ғайып болды. Тентөвлер кече, кімні евінде тентөвлер кече. Шайрамызды білген адамларыны ве айтасын, бұл бізні екіміміз еді. Біз оға барайдық, хорантамыз нен барайдық. Бұл білген адам еді, біз оларға мұсафірлікке барайдық, олар бізге келейді. Мұны бөле мисаллер кетіріп айтқанда, адамларға да зиеде тәсір етті. Бұл музейіңіз или бұл медени меркез демек ерлі сәкенлеріні Қырым татар халқының бөле медениетінен таныштырмақ ниетленді. Әбет. Асылды мұнда мұсафірлер келгенде біздің халқымыз ақында діңлегенде оларны чоқысыны не мерақландыра, насыл суалер сізге берелер? Ой, суалер пек чоқ ола. Чешет түрлі суалер. Чоқ олғаны güzel, демек мерақланалар. Мерақланалар, әбет. Чешет түрлі суалер ола. Тарихы чун, тарих ақында. Қырым татар халқы ақында насыл миллет олғанымызны, медениетіміз ақында сұрайлар. Сон мұнасебет ичон сұрайлар. Mesela Хорanta içinde мұнасебет. Балаларымызны насыл остыргеніміз мұнасебет. Құрандан аетлеріні көмерсі, Құранны тәржімесіні көстеріп, сұрайлар. Насыл емеклер ашағанымызны әршей мерақландыра. Адларымыздан башлап, насыл адынымызны манасы олғандан, емектен бітіріп, әршей ақында мерақланалар. Халқымызда оле адет бар, хаве ичмек. Мұнда да ерлі халық пек хаве севе, ве хаве ичкен адетімізні көстереміз ве айтамыз. Насыл олғаныны, мұсафірлеріні насыл қарышлағанымызны көстереміз. Ве чоқсы авесетелер келіп бізде мұсафыр олмаға ве ашларымызны ашап, сейланып отырмаға. Демек Қырымда олғанымызда, біздің янымызда ке украинлер, руслар ве бұ ерлі сәкенлер, демек Қырым татарлар кім олғаны үшін, олар үшін умумен сыр олейді? Мен айтыма, көмерсі бар, білгенлерді бар ішінде. Mesela hocamız бізде мектепте, бала мектепке қатнай. Hocamız мектепте айта оғлымы сыныфында Қырым татарлар насыл олғаныны чоқтан балылықтан өзі hoca біле іштейді, битасындан іштейді Қырым татарлар кім олғаныны. Сон оғлым татар олғаныны, Қырым татары олғаныны білгенден башлады мектепте дерсіні алып барған вақытта ачықламаға кім Қырым татарлар олғаныны, қайда яшағанларыны, ненен оғрашқанларыны. Сон бұл тарафларда бір вақыт тарих бойынша насыл яшағаныны, мында насыл Қырым татарлар келіп шыққаныны, оны ачықлады балаларға. Пек мерақлы. Бұлды кімлер еді сіздің мұсафирлеріңіз? Чоқ адам олдымы ве бұл музейге тек базы күнлері ачық мы келіп, оны сейретмеміл күн яда ер күн ачық? Насыл чалыша? Біріншіден мұсафирлеріміз чешет түрлі мұсафирлер еді. Ерлі акимиет векиллері еді, башқа үкіметтен, mesela Польшадан мұсафирлеріміз бар еді. Яшлар келелер, мектеп талебелері, студентлер. Сон бөле ачық күнлер олай еді бізде. Конференция дайын, яда мастер-класслар, екімлер, hocалар давет етілейді ве адамлар келейді. Насыл күнлері чалыша, аптада 3 кере мерkezimiz açık еді, ama şimdi karantin vaqtında toplaşmak yasak ve şimdi toplaşılmay мұнда. Асылда өз мұсафирлеріңізге біздің халқымыздың тарихы ақында тариф еткенде, мәдениеті ақында тариф еткенде, өле ғұрур дұйғылары дұясыз ма?
Эбет ғурурланамыз. Эбет ғурурланамыз ве мында олғанда оғадар адам içinde башқа миллет içinde olғанда ве башқа динні күткен адамлар içinde olғанда мұсылман olғанымыз үшін ве қырым татар olған үшін эбет ғурурланамыз. Альхамдулиллах, Аллах Тааля бізні ислам дінінен бүйіклетті, бізні башқа адамлар içinden сайлап, сечіп, бізге ислам дінini берді. Альхамдулиллах. Қырым ханлығы девірі olғанда, Қырым Ярымадасында чешет түрлі миллетлер яшады. Mesela Çingenелер, Караимлер, Ermeniler ve bu milletler her vakit mabet yaşadılar. Bir vakit için ozara bir davalar olmadı ve her vakit mabet yaşadığını gösteremiz. Bu tarafını açıklayıq halka. Асылда мечбури боле мында келгенлеріні Драгобыч ерін сәкенлері насыл қабыл еттілер, насыл қатыраларыңыз бар? Альхамдулиллах, Аллаға шүкір, яқшы қабыл еттілер ве қабыл еттелер ве чоқсы Қырымда насыл олғаныны сорайлар, әлі да сорайлар, насыл Қырым татар халқы алда олғаныны чоқ мерақланалар. Mesela bir yerге барсан, мектепке, яда хастаханеге барсан, яда yolda öyle автобустар аз келсе адамлар сорайлар, қоншалар қол ұзатмаға бақалар. Айталар, егер бір шеге мұқтаж олсаңыз, әр вақыт қапымыз ашық, келіңіз, сораңыз, керек олса, берерік, ярдым етерік. Demek 7 yıl geçti, davranışları değişmedi, sumadılar. Yok, değişmedi. Ebet her millette yakşısı da var, yamanı da var, osuz değil. Ama çoksu, eğer umumen bakanda adamlar sıcak kanlılar. Ve böyle mında mecburi alda gurbetlikte olduk hepimiz ve olamaz şimdi. Ve elbette böyle hasretlik duyguları peyda ola. Böyle duygular peyda olganda ne yapasız, nasıl onlarını bilmiyorum söndürüyorsunuz mu, nasıl bu meseleyi çözüyorsunuz? Hasretlik elbette ola. Birinciden bu cemaat. Cemaatimiz bir-birimizge muhayet olamız. Eğer hasretlik olgan vakitte ola toplaşamız. Havege birsiге aylanasın ya da бірсі қатыр сорап келе, собетлерге топлашамыз. Энде қарбабаларымызны асіретлігіні өзімізні үстінде дуямыз ве алуштадан Güzel Kırım türküsünü çok dinlep heyecanlanamız. Son Samedin'in türküsü var. Pek yakşı ekene Kırım, onu dinlep böyle. Ve hepimiz umut etemiz ki ve şüphelenmek inşallah ana yurtımıza Kırım'a kaytarmız ve o günü kaytkanın öz evinizge barıp, öz şehrinizge kaytıp ne yapardınız birinciden? Birinciden evime kaytıp ebet ana babama baracağım. Son ikinciden hartlarımızga. Bizning hartlarımızga qarbabalarım var. Alhamdulillah olarga birinci hatır soramaga. Son soy sopnu aylanmaga. Birinci. İkinciden men bilesem deniz yalısına barıp bütün kokuske nefes almaga inşallah baracağımız. Hakikaten yaş nesil her bir cemiyetinin, her bir halkının baylığıdır. Ve bizim geleceğimiz mutlaka onlarla bağlıdır. Onlarga bilgi ve terbiye vermek, öz kimligimizni aşlamak mutlaka bizim borcumuzdur. Onun için geleceğimizni yüksek ve parlak görecek olsak, yaş nesilimizge dikkatli olmalıyız. Yanı yerde, yanı şaraitlerde
büyüklerge kıyın olğаны gibi yaşlarga, balачıкларга да буяны шарайтлерде yaşamaga kıyındır. Драгобыч şehrinde 18 Kırım Tatar хорантасы yaşay ve көргенime ve bilgenime көрeminde çok bala бар ve баллар yaşagаны hakkında оларын hayatı nasıl keçkeni bizge bugün Dilara Enanova tarif edecek. Selamun aleyküm Dilara Hanım. Aleykümselam. 18 хоранtada sizin cemiyetinizde ne kadar bala asıldı бар? Umumen sayганда bütün korantalarimız az balалы koranta degil. En çok balalı bu 6-7 balalı korantalarımız da var, şükür Allah'a. Hepsini sayganda 40'tan çok bala var. Балачıklar asıl özlerini nasıl duyarlar? Çünkü onlar için her şey denişti, alışkan hayatı, alışkan şarayetleri hepsi denişti. Onlar nasıl bu gurbetlikni karşıladılar? Olarga da kıyın oldu ama men bilesem kıyınca oldu büyüklerge. Баллар мектептерге барып, бала бакчаларына барып, анда асчык өзүнүн күндөрүн кечирип, дейм, бу büyüklerin касиетлерине далмаздан, түшүнмезден, büyüklerin касиетлерин түшүнмезден өз вакытларын алып баралар. Ама бар улем бир насылдыр дейм, уларга да бир кыйынлык келе, mesela оларын байрамларынан раз келишкенде да, я да оларның мында ерлі халк эле күткен халкы үчүн. Оларның байрамларынан насылдыр бир мирасимлеринен раз келишкенде эр вакыт чапа сурайлар, ана бизге бу мүмкүнмү? Ана бу биздин динибизге каршы чыкмаймы? Деп эр вакыт сурайлар. Бир тарафтан у гүзел сурайлар. Я лекин сорамаган баланын алы недир билмейм. Епсінкі мен білесім, сорамайдар ама шай. Балар да өзлері огренелер, bu şarayette özlerine yani bir dostluk tapmağa, yani bir hayat kurmağa, ana babalarının beraber ular da ogreneler men bilesem şay. En duyulgan ağırlıklardan, kıyınçılıklardan biri bu yanımızda, etrafımızda soy soplarımız olmağanı, bitak arbaları olmağanı, kümerde beyram vaxtında qıdıramız küm elini öpme, birsin bitası kelsi, bir kereden men mesela aytam balalarıma bar çapın, anda Kamil'in bitası keldi, bar çapın anda Zülfiye'nin bitası keldi, barın elini alın, ana o kol öpme, bayramlaşma nelerimizin unutman dep ulen aytamız. Ama balalarga nasıl diyeyim, ular yanımızda olmaganları duyula. Çünkü ana baba öz terbiyasını beri. Ama nasıldır, bitak arbalar da öz terbiyalarını beri. Olar ana baba bu yılda keçken, mana mesela kaç yaşınamız, 30-40 yaşına ana babalar olsak, biz 30-40 yıl neler gördük, onu tek ayta bilemiz. Ama kar babalar, bitalar, olar keçken nesilde ne olganını o bizim balalarımızga aşlatalar. Ama bu şimdiki vakitte manga göre nasıldır, ağırlık değil ama bir zorluktur. Ama ona bakmadan bir-birimizge barmağa tırışamız, bir-birimizge kahve olsun mu, kahvege barmamı, misafirlikке mi, bir manaçık tapsak ille çapamız, vay senin sağıtın bizde kaldı, kaytarayım dep, manaçıkның kahvege bir-birlerimizge katmamağa tırışamız. Ebet kastalık olmasa, bilen zorluklar olmasa, şay tırışamız. Машалла, асылда сіз бөле бақамында жемиет оларақ қави күчлі бағларыңыз бар бір-біріңіздің арасында. Асылда жемаат яшайшы, насыл сізді кече ненен оғрашасыз мында? Жемаат кібі бірінші күнлерден, мен белдесем, бірінші күнлерден мұна насылдыр 3-4 Құранта мында келдік. Bir kereden mına Allah'ın nesinin yardımının bilmeyim bir toplaştık. Bir kereden tamam kelgen vakitlerde men mesela Mayıs ayında keldim. Rast geldim 18 Mayıs duasına. Bir kereden başladık geçirmege. Son 18 Mayıs'tan son tamam Mayıs'ın sonu edi mi, Orazan vakti edi.
Йомайсын сон дегле асчык кетчерак ораза вакты еді. Бір кереден эфтарлар деп, байрам деп, балларын бір шинен еглендірейік деп, ама о егленже файдалы олсын деп, насылдыр лагерлер уйдыра едік. Эфтар вақтында балаларға айры эфтар япа едік. Бала эфтарлары ораза тұтса да, ярым күн тұтса да, бір эфтар япа едік балаларға. Насылдыр бұл жемаатымыздың вазифесі озымыз жойылмайық, балаларымыз жойылмасын. Она бақып, не келіше оны yapmaға тырышамыз. Лагер оламы mesela балаларға, дерслер оламы балаларға. Нені лайық көреміз, оларын yapmaға тырышамыз. Ама башқаларын бүйіклерін баққанда mesela бүйіклерге біздің халқымыздың, біздің жемаатымыздың бүйіклеріне mesela сүбетлер кечіреміз апайларға, бала тербия мевзусында, ана баба урмет мевзусында, яда ислам диніміз насылдыр, түрлі проблемлерге насыл бақа у мевзуларда mesela сүбетлерді кечіреміз. Эбет байрамлар, байрам бұл айры бір насыл дейм, байрамға пек çok вақыт береміз. 2-3 айдан evvel байрамға азырланмаға башлаймыз. Чүнки викторинасы да бар, софра менюсы да бар, ерши де бар. Қайдан не насылдыр, қайдан ақша алажан, насыл ішлетежен түшінжелер бар ебет. Білгеніме көре, мында чешу түрлі дерслер балачықлар үшін алып барасыз. Насыл дерслер кече бізге не айта білесіз? Бірінші жылларындан келгенімізден балаларымызға тырыштық қырым татар тілі дерслеріні алып бармаға. Чүнки огренмеден ғайры дан ұнытмамақ вазиеті де бар, вазифесі де бар. Чүнки мұнда пек еңгіл қырым татар тіліні ұнытмаға азлықмыз. Мектеплерде біздің тіліміз афсуски жоқ. Ама тырышқан едік, бірінші жыллары тырышқан едік ақшамлық мектебінде, вечерняя школа базасында тырышқан едік, бір қач саат дерслері олсын деп. Ама сағлығы себебінен о дерслер девам олмады. Сондан тырыштық, анда олмады, оз арамыз балаларға яны сөзлер, яны ибарелер огретмеге насыл мүмкін. Чүнки біз дуямыз балаларымыз, ұныталар бұл қырым татар ибаретлеріні, лафларыны, насыл келіше, бұл сөз келіше ме, шымда айтмаға яда келішмеймі, олар оны ұныталар. Біз насылдыр, мұна дерслер тешкіл етіп, кімерде біздің бүйік қызларымыз да, бүйік оғланларымыз да о дерслерде иштирак етелер, ожа оларақ, ярдымжы оларақ, олар да тырышалар. Кішкене балаларымызға яны сөзлер ме, яны ибарелер ме, оны огретелер. Сон кечкен елы бүтін жамаатымыздың балалары бұл онлайн мектебіне, зынжырлы медресе мектебіне yazылған еділер. Çok бегенділер, ама бұл елы нечундыр жоқтыр. Білмейм, ама балалар, мен білгеніме қадар балалар беклейлер. Бұл дерслер бірдан кечіріліп башлайжақ деп. Енді бұл онлайн мектебі олмағаны үшін, біз енді өз күшімізден ниетіміз бар. Ожа таптық қысмет олса ниетіміз бар, о дерслерін девам етмеге. Дан эбет Құран дерслері, дини дерслері алып барамыз балаларға. Машалла балачықларымыз тырыша. Балачықларымыз тырыша, араб арфлерін телафузы пек қиындыр, ама олар тырышалар, машалла. Құран оқижам деп, Алланың келамын оқижам деп, олар қуаналар, тырышалар. Dini dersler olsun, son mesela IT sahasında montaj, Adobe After Effects dersleri de al ballarga. Bu zemanevi tendensiyalardan артқа қалмайық деп, балларымыз да артқа қалмасын деп, o derslerini алып барамыз.
өз медениетімізні, өз кімлігімізні сақлап, жоймамақ үшін не yapmalımız сізінше? Біріншіден, менімше мен яны бір şey айтмам, яны лаф олмас. Жемат арасына олмақ. Біріншіден, жематымызмен бер ебет динні ұнытмамақ. Біріншіден динні ұнытмамақ, тілні ұнытмамақ, медениетімізні ұнытмайып, ұтанмайып, динімізден, медениетімізден ұтанмайып, өмірімізде кечірмек. Ve başkalarına, men belesem başkalarına көрсетмесек, бітек анау өзіміздің içine қалacақ. Mana men шайым, мен қырым татарым, мен мұсылман, бітек шай қалacak, тек өзін yapsın. Ama оны керек көрсетмеге, аңлатмаға, mana біз наз олғанымызын, кім олғанымызын, медениетіміз олсын, тарихымыз олсын, түрлі халқымыздың тарафларын мен белесем көрсетмек керекміз. Эм қуанчлы тарафларыны, эм башқа тарафларында көрсетмек керекміз. Айрыжа жемат ишімізін бақсақ, насыл мерасімлер кечірдік, нелер яптық. Бұл біріншіден бұл біздің ерлі сәкенлерімізге, мында яшаған халыққа, өзіміздің халқымыздың медениетімізін көрсетмеге тырыштық. Mesela бүлен нағыш ве орнек мастер-класслары алып бардық. Олар çok бегенділер, нағышлауымыздың çok бегенділер, орнеклеріміздің манасыны çok бегенділер. Соны алып барған едік, емек пішірме мастер-класслары, пахлава олсын, піляу олсын, лөля кебап олсын. Ебет, олар çok бегенділер, қоқысында бегенділер, дадында, ясамасында. Сон бүгін Қырымда репрессияларға оғыраған қардашларымызға қол тұтмақ үшін мында ерлі ратушамыздың етрафында флешмоб акциясын кечірген едік. Чоқсы ерлі сәкенлер келіп, бақып, сорап, өз дұйғыларыны білдіріп, Демек, олар да қошылдылар. Олар да қошылдылар, Асылда инсан бір шейіні жойған сон, о шейінің қиметіні данды чоқ ағынай. Өзіңіз дуясыз ма, мұнда ғұрбетлікте, мисал Қырымда лаф етмеген ерлерді, ана тілімізде, мұнда о дұйғылар башқа жечалашып, сен данда бөле әмді тілге де чоқ чарақ диқат етесің, әмді өз топрақларыңа севге, әмді таныш білішлерге оларыны жойғандан сон, өле вақтынжа оларға севгі дұйғалардан да күчленгенini дуясыз ма? Ебет, адам бір шейін жойған сон оны қиметіні аңлай. Ебет, дуямыз, дуйғанымыздан да, mesela мен балаларым айта, бұйық қызым, ана де, татар жасынан дағын айтсан, бір güzel чықа, бір көңіліме, яқ кібі, мелем кібі келеді көңіліме. Бақсан насыл güzel екен тіліміз деп, анда дұйылмаған, анда дұйылмаған шелер мұнда айрыжа башқа жадан кескін дұйыла, Шынды біз Қырымдан 1200 километрдаймыз. Ама бізде Қырым татарларымыз ве біздің халқымызға не тілер едіңіз? Біріншіде Қырымда қалған халқымызға сабыр, тақат, иман байлығы тілейім. Өзімізге де бірдемлігімізді жоймадан халқымызмен берабер енді сербест ана ватанымызда топлашмасыны тілейім, иншалла. Çok sağ olun Dilara Hanım. Paylaşkan malumatlarınız için Allah Teala yardımcı olsun sizge, sizin cemiyetinizge özlerimizni saqlab qaldırmağa ve tez vakitte aytqanınız gibi hepimiz evlerimizge qaytib көз айдын хаберлерін ішмеке Allah Teala nasip eylesin. Amin. Siz de sağ olun. Sayılı teleseyirciler, hatırlatam, bugün Takdir Yolları programması Dragobıç şehrinde musafirlikte bulundu ve Kırım Tatarları ve onların cemiyeti bu şehirde nasıl yaşaganын sizni tanış etmege tırıştık. Eyliklerde görüşeyik.